Баршаңызға сәлем, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Аяужан Қынабекқызы, 3 жылдық тәжірибелі моторлы дамыту маманымын және дәрігермін. Бүгін біз сіздерге не үшін сарапки кигізуге болмайды деген осындай сұраққа жауап беретін боламын. Ең маңызды себебі ол баланың денесін сезінуіне, денесін тануына кедергі келтіреді. Ол қалай десеңіздер, баланы біз сарапкиді 40-нан шыққанша кигізіп қоямыз. Ол уақытта 1,5 айларынан дейін баланың қолдары үнемі сарапкидің ішінде болған кезде қолдарын аузына әкеле алмайды, қолдарын аузына салмағандықтан баланың денесін тануы да кешеуілдейді. Уже 1,5 айларынан кейін ғана барып 2-3 айларында қолдарын аузына апарып танып бастаса, бұл уақытында нормада бала уже қолдарын жақсы танып, ортаға алып келіп, уже ойыншықтарды ұстауға, киімдерін ұстауға талпынып бастауы керек еді. Солай баланың денесін тану процесі кейінгі дамуы да жайлап кешеуілдей береді. Бұл үшін де кигізбегеніңіз дұрыс. Екіншіден, ол физиологиялық гипертонустарының жоғарылауына. Нормада біз айтамыз 3-4 айға дейін болады физиологиялық гипертонустары. Ал бала үнемі күндіз де түнде де кейде аналар кигізіп қоятын қолдары кулачокта болуы, ол тонусты білдіреді, бірақ ол постоянно сарапки кигізілу болғандықтан бала қолдарын ашып, жұмып, қолдарымен қозғалыс жасамағандықтан, саусақтарының жұмыс жасамағандықтан қолдарында қан айналымы дұрыс болмайды және уақытылы басылу керек, тонустарын да уақытылы басылмай гипертонустың пайда болуына алып келеді. Баланың қолы үнемі кулачокта болған кезде тырысып жатады. Ол сәйкесінше денесін де жиырып, тырысып жатады. Бұл постоянно баланың денесі жиырып, тырысып жатқандықтан баланың өте мазасыз болуы, гипертонустың нормада болып керек, физиологиялық гипертонустың да жоғарылауына алып келеді де, баланың 3-4 айларында басылу керек тонустары, ұзағырақ уақытқа гипертонустары сақталып жатады. Гипертонус баланың қалыпты дамуына, уақытылы қолдарын ашып, ойыншық ұстауы, ішпен жатқанда қолдарын ашып, жақсы опора жасай алу, жалпы аунау еңбектеуі болсын, барлығына кері әсер етеді. Үшіншіден, ол гигиена жағынан да, ауа кірмегеннен кейін, үнемі қолдары жұмулы болғандықтан кірленеді, ауа кірмегендіктен қолдар алақандарының қызаруы, иістенуі деген сияқты ыңғайсыздықтар тудыруы мүмкін. Тағы бір нәрсені айта кеткім келіп отыр, көпшілік аналар бұл нәрсені біле бермейді. Негізінен баланың 7 күнге дейін азан шақырып атын қойғаннан кейін тырнағы мен шашын алуға шариғатта рұқсат етілген. 40 күнді күтпей-ақ ала берсеңіз болады. Біз көбіне не үшін, қандай мақсатта кигіземіз сарапкиді? Осылай бала бетін шошып, аяқ қолдарымен темеп, қолдарымен тырнағымен бетін тырнап алмасын деген мақсатта кигіземіз. 7 күннен кейін азан шақырып аты қойғаннан кейін міндетті түрде сарапкиді қолданбағандарыңыз дұрыс. Осылай менің видеом арқылы сіздерді кішкене болсын моторлы дамуымен ақпараттандырғым келеді және балалардың дамуына да, баланың денінің сау болып, уақытылы дұрыс дамуына да осылай көмектесе аламын деген ойдамын. YouTube арнамда енді бастап жатырмын. Сіздердің лайк, комментарий жазсаңыздар болады. Сұрақтарыңыз болса, немесе қандай тақырыпта сіздерге осындай видеолар түсіргенімді қалайсыздар, жазсаңыздар болады, міндетті түрде жауап беретін боламын. Келесі видеода кездескенше.